Уа халайық, бәріңе жар салайық. Бүгінгі күн төрінде, дарындар елінде көңіл аптар жасайық. Ат салысып аянбай, бар өнерге басайық. Жаңартылған білім, жаңаша дамудың кепілі атты аттағықта бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз 18 қаңтар мен 22 қаңтар аралығында қашықтықтан өтетін жаңартылған білім, жаңаша дамудың кепілі атты бастауыш сынып әдістеме бірлестігінің апталық іс-шарасын ашқалы отырмыз. Әрине, білімнің сара жолы мектептен басталады. Ал білімнің алғаш есігін ашатын бастауыш екенін барлығымыз білеміз. Ең алғаш әріп танып, оқуға, санауға, есептеуді үйренуді, білімге деген құмарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Бүгінгі қашықтықтан өтетін апталығымыздың ашылуын мектебіміздің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Байдолова Гүлмира апайға сөз береміз. Сәлеметсіздер ме, ұлағатты ұстаздар. Білім негізі бастауышта демекші. Мектебіміздің бастауыш сынып бірлестігінде 18 қаңтар мен 22 қаңтар аралығында 3-4 сыныптар арасында бастауыш бірлестігінің апталығын ашық деп жариялаймын. Номер 44 орта мектебінің ұстаздарын бастауыш бірлестігі дайындаған жарыстарға ат салысуларын сұраймын. Белсенділік танытып, тез жауап беріп, дұрыс жауап берген ұстаздарымызға арнайы сыйлықтарымыз бар. Бастауышым, бал бұлағым, лаулар жансын, шам шырағын, өзім берген біліміммен самға бұшты тау қыранын. Мектебім алтын ям нұрың жарып, жайнаттың үмітімнің гүлін жарып, сүйкімді сенің күміс қоңырауың тұрады, құлағымда сыңғыр қағып. Мектеп менің жарқын көңілім, мектеп шаттық толы өмірім, мектеп әнім болып төгілдім, мектеп анам болып та көрінді. Оқу. Бүгіндегі жастарға оқу міндет, тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық, ар намысты жоятын надандық қой емсіз індет. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдерде қатарға еңбек. Білімге ел боп аңсап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Мектеп кені, білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Кітап керек білім таңдап аларға, білім керек іске жақсы қараға. Кітап шырақ қара түнді ашатын, білім жарық нұрын саған шашатын. Кітапты оқымайды сыйламаған, білімге жанын танып қинамаған. Өсірген кімнің болсын ой өрісін, сол кітап бас ақылшым күнде маған. Махмұт Турайғыров, оқу. Бүгіндегі жастарға оқу міндет, тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық, ар намысты жоятын надандық қой емсіз індет. Бал бұлағым, алдым сенен балтын дәмін, әріп танып, білім алып, рахметімді жаудырамын. Бастауыш сынып әдістеме бірлестігінің апталық жоспарымен таныстыра өтейін. Дүйсенбі күні 18 қаңтар Тұрсынбекова Гүлжанат математика пәнінен 96/6 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу, Қалиева Бағила қазақ тілі пәнінен зат есім, Өсербаева Құралай дүниетану пәнінен катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім атты ашық сабақтар өткізіледі. Сейсенбі күні 19 қаңтар Ткирова Нұргүл русский язык, местоимения как часть речи. Ахметова Лязат математика, внетабличные умножения и деления, закрепление. Өмірбек Айжан қазақ тілі, зат есім. Талақбаева Жадыра қазақ тілі, зат есімнің септелуі. Қожамұратова Алтынай литературное чтение, весенняя гроза. Алдиярова Назира
дүниетану пәнінен катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Бекжанова Гүлжайна, дүниетану пәнінен катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Сәрсенбі күні 20 қаңтар Садыбекова Майнұр, математика пәнінен кестеден тыс көбейту және бөлу. Камзаева Лариса, қазақ тілі пәнінен зат есім. Кітапбаева Айман, қазақ тілі пәнінен негізгі және туынды зат есім. Әпеева Сандуғаш, әдебиеттік оқу пәнінен табиғат сипаты. Бөденбаева Гүлшат, қазақ тілі пәнінен зат есімнің септелуі. Абдраманова Малика, әдебиеттік оқу пәнінен асыл сөз. Сапар Ұлбосын, жаратылыстану пәнінен топырақтың құрамы. Байболова Динара, жаратылыстану пәнінен дыбыстың шағылуы деген не атты ашық сабақтар өткізіледі. Бейсенбі күні 21 қаңтар Оразалина Зағипа, математика, құрылымы күрделі теңдеулер. Набиева Гүлнара, математика, внетабличное умножение и деление. Жамирова Мукарям, познание мира, моя безопасность. Жұма күні 22 қаңтар Искакова Мақпал, математика, құрылымы күрделі теңдеулер. Бартаева Назерке, әдебиеттік оқу, күй құдіреті. Ешмұханова Бағила, қазақ тілі, ілік септік. Тілеуленова Лаура, дүниетану, менің отбасымның рухани құндылықтары. Макашева Махаббат, естествознание, как уменьшить мощность звука.